Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, мені қолдап отырыңыздар. Өмір кезек, жаңа әңгіме. Туған үйге не жетсін шіркін. Өз үйім өлең төсегім деп, әбден рахаттанып демалды. Оянған соңда көзін ашып, аппақ төбеге тесіліп және жатты. Күннің нұрлы шуағы терезеден тікелей түскеніне қарағанда, шамасы түс болған шығар. Анасының бағана жүргенін сезіп жатты. Жұбайы да шығып кетіпті. Ауылда қызық қой. Даңғарада үй соғып берсе де, анасы жаз шыға есік алдындағы 2 бөлмелі жаздық үйге көшеді. Үй тып-тыныш. Құлаққа ұрған танадай, деп осындай тыныштықты айтатын шығар. Ары-бері аунап ұйықтайын деп ойлап еді, көзі жұмылмады. Қалада жүрген кезде өмірі ұйқысы қанбайтын. Түскі 1-ге дейін ұйықтаса да, төсектен тұрғысы келмей, мыжылып жата беруші еді. Қазір көші тасып жатқысы келмеді. Керіліп созылып сыртқа шыққанда, байқағаны өзінен басқасының бәрі. Анасы, осы үйде тұратын інісі мен келіні, балалармен бұның бала-шағасы бәрі ас үйде отыр екен. Өзінің балалары мен інісінің балаларына сырттай көз салып тұрды да, мырс етіп күліп жіберді. Бұрын тура осылай тауықтың балапандарындай шүйіліп өздері жүруші еді. Өмір деген алма кезек екен-ау. Кеше бұлар, бүгін балалары, ертең немерелері. Ештеңе өзгермейді. Тек буындар ғана алмасып, кезек-кезегімен өте беретін сияқты. Әйтпесе, күн сол шығыстан атып, батыстан кіреді. Таулар да теңселгенімен орнында тұр. Зырылдап өтіп жатқан тек қана адамдар, қойған уақыт пен өмір ғана. Қазір 8 бауыры бала-шағасымен жиналғанда, бір ауыл болмаса да, бір көшенің адам саны шығады. Анасы бұның шыққанын көріп, «Талғатжан, неге ерте тұрып алдың? Беті қолыңды жуып кел, таңғы шайға енді отырдық», деді. Талғат анасының таңғы шайды сағат 7-лерде ішетінін білетін. Бірақ өзі маубас деп үнемі ұрсатын. Қалада сабақтарына тұрғызылмайтын бала-шағасы да оянып алғанына таң қалды. Барлығының өзінен ерте оянып, қазір рахаттана күліп, ырду-дұрду әңгіме дүкен құрып отырғандарына бас шайқап, «Таза ауа деген осы», деп күбірлей, даладағы жуғышқа барып, рахаттанып тұрып жуынып, ас үйге келді. Қазақ үшін ыстық нанның иісі мен 2 иығынан дем алып бұрқ-бұрқ қайнап тұрған самаурынның түтінінің иісіне жететін иіс жоқ шығар. Толып кетемін деп, нанды аузына алмайтын келіншегінің ыстық нанға сарымайды жағып, бала-шағымен бірге жағаласып жеп отырғанын көріп, «Бүйтіп жей берсең, бәленбай жылғы еңбегің еш кетеді-ау», деді келіншегіне қарап. «Шыдай алмадым, қалаға барғасын мүсінді орнына келтіріп алармын», деді күліп. «Осы қазіргі жастарды түсінбей-ақ өтетін шығармын. Біз жоқтықтан арық болдық, бұлар баршылықтан азып жүр. Жас кезімде толық 2 беті алмадай келіншектерге қатты қызығатынмын. Мен балалар өсіп, өз қолдары ауыздарына жеткен кезде ғана ет алдым-ау. Әйтпесе сүйегім ырсиып, бір киім жараспаушы еді», деді анасы қасында отырған жекеменшік немересінің басынан иіскеп. Балалар сарымай жағылған ыстық нанға тойып алып, бір кесе сүт ішіп, қарындарын сипап далаға шығып кетті. Үлкендер ғана қалған кезде анасы, «Талғатжан, саған бір өтінішім болып тұр. Мына көрші Жайнагүл 1-2 жыл болды, аурухананың есігін тоздырып бітті. Өзің білесің, аудандағы дәрігерлердің біліктілігін. Шайыңды ішіп алғасын, кіріп жағдайын біліп шықшы. Сені келеді дегелі күтіп жүр. Талғатжан ауруымды жазып берер еді», дейді байғұс. «Соған сонау Астанаға баратын жағдайлары жоқ. Әйтпесе дерті жанына батқандай-ақ батты. Көрші ақысы тәңір ақысы дейді ғой. Осы шаңыраққа келін болып түскелі көршімін. Бір шай дескеніміз жоқ», деді. Талғат інісіне қарап, қабағымен ымдап қойды. «Апам бәрін ұмытып қалған ғой. Әйтпесе осы Жайнагүл жеңгеміз кіммен ұрыспады? Қазір ғой, қолдан билік кетіп, күш-қуаты қалмаған кезде жақсыдан болып жүргені», деді інісі күліп. «Қой,
көршіңнің сыртынан ондай сөз айта ма? О дүниеге барған кезде көршіңмен жақсы болдың ба дейді. Сұрақ жауап алатын мәңкір мен нүңкір. Сол кезде не айтасың? Сыртынан жаман сөз айттым дейсің бе? О несі? Құрсын, ешкім естімесін мынауыңды. Деп анасы бәйек болды. Болды, айтпаймын. Құдайға бір қылығымыз жақпаған шығар, осындай көрші берген, деді інісі ас үйден шығып бара жатып. Жайнагүл сұрап алды дейсің бе? Құдай балаларына сана бермегесін қайтет, деді шешесі кенже ұлдың сөзін жақтырмай. Талғат апасының көңілі үшін, мақұл апа кіріп шығам, үйінде ме? Деді. Шырағым-ау, үйінде болмағанда қайда барады? Сендер келгесін келмей отыр. Әйтпесе күнде екеуміз осы үйде таңғы шайымызды ішеміз. Ең болмағанда таңғы шайын тынышы отырып ішсін деп өзім шақырамын, деді. Қолындағы келіні күліп, апам шақырмай-ақ күнде осында ғой. Біз жұмысқа шыққанда ол кісі жұмысқа келгенде келеді, деді. Байың екеуіңе бүгін не болған? Бір кесе шай ішер көп болса. Екі кемпір әңгіме айтпағанда не істейміз? Басқа. Деп келінде жақтырмай қалды анасы. Қойдық. Алғаш баласы сыртта қалған затты сатып жіберетіні. Бүкіл ауылға өсек айтқаннан басқа тірлігі жоқ келді болмаса, негізі бәрі жақсы. Деп күліп, самауырын көтеріп ол да сыртқа шығып кетті. Өз затыңа ие бол, көршіңді ұры тұтпа, деген. Ішіп алған адамға не айтарсың? Деді кемпір көбірлеп. Талғат шешесінің сөзін жерге тастамай, Жайнагүл кемпірдің жағдайын білейін деп, көршінің үйіне бас сұқты. Үйге кіріп келе жатқан Талғатты көріп, келіні «Өй-бу» деп төргі бөлмеге кіріп кетті де, орамалын тағып қайта шығып, амандасып, «Төрлетіңіз» деп диванның үстіне шашылып жатқан заттарды жинастырып, орын босатты. «Келін, апамен амандасып шығайын деп едім», деді. Талғаттың дауысын естіп, төргі бөлмеден Жайнагүл кемпірдің өзі де шығып, «Талғат келіп қалыпты ғой, ат көлік аман жеттіңдер ме? Ой-бой, ауылға тізін салмай кеттіңдер ғой», деп диванға отырды. «Амансыз ба? Рас, ауылға келмей кеттік. 3 жыл шетелде оқып келдім. Содан да қол тимей кетті». Иә, естідім. Шешеңде сендердің арттарыңнан біресе шетел, біресе Алматы, одан қалса Астана деп жетеуінің арттарына шапқылайтты жүреді, деді келінге шай қой дегенде емдап. Апай, нан ауыз тиін, шайға өре болмаңыздар. Апам сізді ауырып қалды деген соң, осы жердегі дәрігерлердің қойған диагноздарын қарап шығайын, қағаздарын беріңіз, деді. Рахмет. Келін, дәрігерлер берген анықтамаларды әкелші. Сусамырсың, дейді. Одан қалса, қан қысымың жоғары дейді. Әйтеуір барған сайын бірнеше дерттің түрін жазып келем. Жүрек құрғыр дүрсілдеп маза бермейді. Одан қалса, құлақ шуылдап, түк естіртпейтін болған, деді келіні әкеп берген анықтамаларды қолына беріп отырып. Бұл кісіде ешқандай ауру жоқ. Әшейін немерелерін бақпау үшін ойлап тапқан сылтауы, деді келіні енесі естімесін дегендей сыбырлап. Талғат келінге енді ғана анықтап қарады. Келін ата-енінің топырағынан дейді ғой. Жайнагүлдің жас кезіне ұқсайды екен. Талғат қан талдауы барлық сараптамаларды қарап отырып, жақсылап ем алмаса, диета ұстап өз-өзіне қарамаса, ұзаққа бармайтынын түсінді де. Апай, сізге ауруханаға жатып ем алу керек. Әйтпесе, кез келген уақытта қан тамырларыңыз жарылып кетуі мүмкін. Сізде мына сараптамаларға қарасам, қан құрамында қанттың көбейіп кетуінен ағзаңыздағы жүрек, бүйрек әреңістеп тұр. Ең бірінші қанттың мөлшерін азайту керек. Сол кезде ғана сіздің басқа ағзаңызды емдеуге мүмкіндік болады. Талғатжан-ау, ауданға барып жатқанмен дәрі-дәрмек әкел дейді. Зейнетақымен мына бала-шағаны асырап отырмын. Олардың аузынан жырып алсам, болары нешейді? Құдай қанша өмір берсе, сонша жасармын. Пейіліңе рахмет, деді қағаздарын жиыстырып отырып. Талғат орнынан тұрып кеткісі-ақ келді. Жайнагүлді көрмегелі қанша жыл, тағы да сонша жыл көрмей өмір сүре береді. Бірақ анасының сөзі үшін кетіп қала алмады. Апай, ертең Қайрат қайтам. Сізді облыс орталығына апарады. Сізге аудандық ауруханада бәрібір көмектесе алмайды.
Ал облыс қанша дегенмен орталық қой. Және ол жерде менің курстасым бас дәрігер. Соған айтып сізді жатқызамын. Жол жүруге дайындалыңыз, деді де қоштасып шығып кетті. Жайнагүл: ой айналайын, мың жаса, деп ауруынан айығып кеткендей қуанып, батасын беріп қалды. Талғат көршісінің үйінен шыққасын екі үйдің ортасындағы арықты жағалап, бала кезінде ойнайтын сайға түсті. Өмір деген қандай? Талғаттардың әкесі қарапайым жұмысшы болатын. Тапқаннан ішкені көп. Араққа жақындау кісі. Бір жақсы жері, осы ауылдағы кейбір алқаштар сияқты бұларды алдына салып қуаламайтын. Кешке жұмыстан келгенде өлең айтып, көшенің ана бетіне бір шығып, мына бетіне бір шығып, 10 минуттық жерді жарты сағаттан аса жүріп жетуші еді марқұм. Ал Жайнагүлдің күйеуі тапқанын үйге әкелетін өте пысық кісі еді. Және бұлар сияқты 7-8 бала емес, оларда 3-ақ бала болғандықтан, және екеуі екі жақтап жұмыс істегендіктен, осы совхозда ең бақуатты отбасы болып саналатын. Жайнагүл жас кезінде бұлардың отбасын жақтырмай, менсінбей, балаларын бірге ойнатпайтын. Және оны әдейі көшеге шығарып, бірде алқаштың балаларымен ойнамаңдар, үстелеріңді былғайсыңдар, десе, бірде қайышыларға жоламаңдар, биттері жұғат, деп әдейі ел естісін деп даусын шығарып айтатын. Қанша жыл өтсе де, Талғат сол күнді әлі ұмытпады. Өмірінің соңына дейін ұмытпайтын да шығар. Бір күні Талғаттың кіші қарындасы көршінің есік алдына шашылып жатқан алмадан теріп жепті. Жұмыстан келе жатып, Жайнагүл көріп қалады. Көшенің сонау басына айқайлап келіп, шешесіне ұрысқаны есінде. Ұрыстың ішінде ең ойында қалған сөзі «Қайыршысыңдар, үрерге иттерің жоқ» деген сөз еді. Сонда Талғат намыстанып, ертеңіне көшеде қаңғып жүрген бір итті үйіне сүйреп әкеліп байлап қойған. Шешесі: «Балам-ау, ол итті не істейсің? Сендерге тамақ таппай отырғанда тағы бір ауызды қосып қойғаның не?» деді. Сонда Талғат: «Апа, үйімізде үрерге ит болсыншы, өзімнің тамағымнан кішкене беріп отырамын», деп байлап қойғаны есінде. Өмір деген шынымен де алма кезек екен-ау. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдармандар, сіздер үшін оқып отырмын. Ең болмағанда лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіз. Ол сізге оңай деп ойлаймын. Және де менің арнамнан өте қызықты әңгімелерді тыңдай аласыздар. Сау саламатта болыңыздар.